Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 127-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Әртүрлі мамандық иелері. Бүгінгі сабақта сендер жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолданатын боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп. Қандай мамандық иелері материалға жұмсалатын шығынды бөлуге тиіс екенін анықта. Материалға жұмсалатын жалпы шығынды, бір бұйымға кететін шығынды санын қалай табуға болатын есіңе түсір. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші бұйымға жұмсалатын шығын 123 сантиметр, саны 3 дана. Енді жалпы шығын табуымыз қажет. Жалпы шығынды табу үшін біз бірінші есептің шартын құрып аламыз. Жейде 123 сантиметрден 3 дана. Қажет неше сантиметр мата? Біз бір жейдені 123 сантиметрден тігеміз. Енді 3 дана тігуіміз қажет. Ол үшін енді неше метр қажет екенін табуымыз қажет. Ол үшін 123-ті 3-ке көбейтеміз. 369 сантиметр болады. 3 жейдеге 369 сантиметр мата қажет. Енді келесі 9 дана, бірақ жалпы шығыны 225 сантиметр. 9 бет орамал бізде 225 сантиметр деп алайық. Енді бір бет орамал неше сантиметрден тұратын табу үшін 225-ті біз 9-ға бөлеміз. Яғни шығынды табу үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. Сонда бізде 25 сантиметр болады. Бір бет орамалға 25 сантиметр мата жұмсалады. Келесінде 3 метр, саны белгісіз, бірақ жалпы шығыны 384 метр. Бір үстел жапқыш 3 метр. Біз 384 метр кетті. Біз неше дана екен, яғни санын табу үшін, біз санын табу үшін жалпы шығынға бөлеміз. Сонда бізде 384-ті 3-ке бөлген кезде 128 дана болады. Бізде 384 метр матадан 128 үстел жапқышы тігілді. Екінші есеп. Кестелер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бір бұйымға жұмсалатын шығын 4 метр, саны бірдей, жалпы шығыны 20 метр. Енді санын табу үшін жалпы шығынға бөлеміз. 20-ны 4-ке бөлеміз, сонда 5 дана болады. Келесі көйлек. Көйлек бізде 35 метр, саны бірдей болса бағанағы бізде шыққаны 5, 35-ті 5-ке бөлеміз, сонда 7 болады. Бір көйлекке 7 метр мата жұмсалды. Келесі кестеге назар аударамыз. Шалбар деп аламыз. Бірінші бұйым 4 метр, саны 6 дана. Жалпы шығынды табу үшін біз шығынды санына көбейтеміз. 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24 метр болады. Шалбарға 24 метр мата жұмсалды, немесе қажет. Келесісінде бір бұйымға жұмсалатын шығын 3 метр, саны белгісіз, жалпы шығыны бірдей. Алдында жалпы шығыны бізде 24 метр болған еді. Демек бұл есепте де жейдеде 24 метр деген сөз. Енді 24-ті 3-ке бөлеміз, сонда 8 болады. 24 метр матадан 8 жейде тігілді. Келесі 3-ші есептерді шығар. А тапсырмасы 3 адамға құймақ дайындау үшін
6 алма жұмсалды. 8 адамға құймақ дайындау үшін неше алма қажет? Енді бір адамға неше алма кеткен табуымыз қажет. Ол үшін 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады. Демек, бір адамға 2 алма қажет. Ал 8 адамды табу үшін 8-ді 2-ке көбейтеміз, сонда 16 болады. 8 адамға құймақ дайындау үшін 16 алма қажет. Шарт құрып шығарсаңдар да болады, немесе өрнек ретінде шығарсаңдар да болады. Тапсырмасы: тігінші 4 көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспа бау жұмсады. 4 көйлекке 24 метр кетті деген сөз. Енді 42 метр таспа баумен неше көйлекті сәндеуге болады? 24-ті 4-ке бөліп аламыз, сонда 6 метр болады. Демек, бір көйлекке 6 метр таспа бау жұмсалды. Енді 42 метрге табу үшін 42-ні 6-ға бөлеміз, сонда 7 болды. Бізде 7 көйлек 42 метр таспа баудан 7 көйлекті сәндеуге болады. Бұл тапсырмасы: сырлаушы 6 метрлік қорғаушы бояу үшін 3 килограмм бояу жұмсады. 18 килограмм бояумен неше метр қоршауды бояйды? Біз 1 килограмм бояуды табу үшін 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады. Енді бізде 18 килограммды 2-ге бөлген кезде 9 болады. 9 метр, яғни қоршау 18 килограмм бояумен 9 метр қоршауды бояуға болады. Енді В тапсырмасы: ағаш ұстасы 5 орындық жасау үшін әрқайсына теңдей 40 бұрандалы шеге жұмсады. Енді бізде 5 орындық деп тұр. 5 орындыққа 40 шеге жұмсады деп тұр. Енді біз бір шеген табуымыз қажет. Егер ол, есепті толықтырайын, егер ол 72 бұрандалы шеге жұмсаған болса, онда қанша орындық жасады? Енді бір орындықты табу үшін 40-ты 5-ке бөлесіңдер, сонда 8 болады. 8 бұрандалы шеге кетті бір орындыққа. Енді 72-ні табу үшін, неше орындық жұмсаған табу үшін 72-ні 8-ге бөлеміз, 9 болды. 9 орындық жасады. Төртінші есеп: өрнекті бақан түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. 254 3-ке көбейтеміз, бірлікті көбейтеміз, 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12, 2-сі жазылып бір ойда, 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15, ойдағымен 16, 6-сы жазылып бір ойда, 3 жердегі 2 6, ойдағымен 7, мәні 762 шықты. Енді дұрыстығын тексеру үшін 762-ні 3-ке бөлеміз. 7-ден қайырамыз, 7 3-те 2 рет бар, 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6, енді 7-ден 6 аламыз, 1 3-ке жетпегендіктен 6-ны түсіресіңдер, 16, 16-ны 3, 16 саны 3-ні көбейту кестесінде 5 жақын, 5-тен бересіңдер, 5 жердегі 3-ім 15, 16-тан 15-ті азайтсаңдар 1 болады, 1 3-ке жетпегендіктен бірліктегі 2-ні түсіреміз, 12, енді есептің дұрыстығын тексеру үшін 4 3-ке көбейтеміз, 12, 12-ден 12-ні алсаңдар 0 болады. Міне осылай есептің барлығын көбейтуді бөлу арқылы тексересіңдер, бөлуді көбейту арқылы, қосуды азайту арқылы және азайтуды қосу арқылы тексересіңдер дұрыстығын. 5-ші есеп өте оңай есеп. Есептер құрастырып, олардың мәнін тап. Есепті құрастырған кезде бірінші 7-ні 7-ге көбейтесіңдер, оған қосасыңдар, көбейткен қосып, одан кейін 5-ке 3-ті көбейтесіңдер. 7-ге 7-ні көбейткен кезде 49, 5-ті 3-ке көбейткен кезде 64. 5 3-ке көбейткен кезде 15, 49-ға 15-ті қосқан кезде 64 шығады. Енді дәл осыны азайтасыңдар.
7-ні 7-ге көбейтесіңдер 49, 5-ті 3-ге көбейтесіңдер 15, 49-ға 15-ті азайтқан кезде 34 шығады. Мен қазір үлгісін жазып қойдым. Сендер де осы үлгіге қарап шығарсаңдар болады. Немесе бірден қосу амалын орындап, одан кейін көбейту амалын орындасаңдар болады. 6-шы есеп салыстыр. 2-ні 8-ге көбейтеміз. 16, 8 2-ге көбейтеміз. 16, яғни теңесті. 6-ны 2-ге бөлеміз. 3 болады. 12-ні 2-ге бөлеміз. 6 болады. Демек, 12 мен 2-нің бөлінісінің мәні 6 мен 2-нің бөлінісінің мәнінен үлкен. Келесісінде 5-ті 4-ге көбейткен кезде 20, 5-ті 3-ге көбейткен кезде 15. Демек, 20 үлкен. 14-ті 2-ге бөлген кезде 7 болады. 15-тен 8 алған кезде 7 болады. Екі жағы теңесті. 4-ті 2-ге көбейткен кезде 8, 14-ті 2-ге бөлген кезде 7. Демек, 8 үлкен. 7-ні 2-ге көбейткен кезде 14, 244-тен 230-ды азайтқан кезде 14 шығады. Яғни екі жағындағы мәнде 14, демек тең деген сөз. 7-інші есеп теңдеулер құрастырып, оларды шеш. Біздегі теңдеуде 240, 480, 60, 300 дегенде бұлар теңдіктен кейін берілген сандар, яғни 12 қосылған x тең 240 деген теңдеу шығуы қажет. Енді 240-ты белгісіз сан, ортасына белгісіз санды табу үшін 240-тан 12-ні азайтамыз, 228 шығады. Келесісінде де 260 азайтылған x тең 240 деміз. Үлкен сан теңдіктің басында тұрғандықтан амал сақталады. 260-тан 240-ты азайтқан кезде 20 қалады. Келесісінде x қосылған 16 деміз, яғни белгісіз ұяшықтардың барлығын x деп аламыз. X қосылған 16 тең 480 деміз. Енді 480 теңдіктен кейін берілгендіктен 480-нен 16-ны азайтамыз, 464 шығады. Келесісінде 90 қосылған x тең 480, 480 теңдіктен кейін берілгендіктен бізде кері амал орындалады. Яғни азайту 480-нен 90-ды азайтқан кезде 390 болады. Келесісінде x азайтылған 540 тең 60 болады. Енді бізде белгісіз сан бастапқыда кездеседі, яғни белгісіз сан теңдіктің басында тұр. Сондықтан біз үлкен сан шығу қажет. Сол үшін 540-қа 60-ты қосамыз, сонда 600 шығады. Келесісінде 670 азайтылған x тең 60 деген теңдік шығады. Енді үлкен сан басында кездескендіктен амал сақталады. 670-тен 600 азайтқан кезде 610 қалады. Келесісінде x азайтылған 170 тең 300 деген теңдеу құрастырылады. Енді үлкен сан теңдіктен кейін тұрғандықтан азайтуға кері амал қосу орындалады. 300-ге 170-ті қосамыз, 470 шығады. Келесісінде x қосылған 170 тең 300 деген теңдеу құрастырылады. Енді 300 үлкен сан теңдіктен кейін тұрғандықтан бізде кері амал орындалады. Қосуға кері амал азайту, 300-ден 170-ті азайтқан кезде 130 шығады. Балалар, бүгінгі есебіміз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.